Дастархан сәнін келтіретін тауық аяқтарын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тауық аяқтарын дайындап аламыз. 10 штук голінді алып, жақсылап суда пісіріп аламыз. 200 грамм сырды, кома сырын кіші теркадан өткіземіз. Одан кейін 200 грамм картошканы суда пісіріп аламыз. Одан кейін үлкен теркада өткіземіз. Толық дайын болған тауық етін кішкене майдалап тураймыз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық тұз саламыз, 1 шай қасық паприка саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Бағанағы голіннен қалған сүйектерді тастамаймыз, ол бізге қазір керек болады. Осылай барлық жерінен еттерін тазалап аламыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен осылай видеодағыдай қайтадан тауық аяқтарын жасаймыз. Осындай 10 штук голин чупа-чупстарымыз шығады. Одан кейін оны қуырамыз. Міне осылай барлығын біркелкі етіп дайындап алдық. Енді кезек-кезек ең алдымен ұнға ұнатып аламыз. Барлық жеріне ұн жағылу керек. Осылай видеодағыдай көрсетілгендей жасаймыз. Ұнға ұнатып болғаннан кейін келесі жұмыртқаны жағып шығамыз. 4 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, барлығын жақсылап вилкамен араластырып аламыз. Одан кейін кисточканың көмегімен осылай жағып шығамыз. Ең соңында панировочный сухариға ұнатып шығамыз. Одан кейін қуырамыз. Қызып тұрған майда барлық жағынан жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің голиндарымыз дайын болды. Листья салатымен әсемдеп қойдым. Ас болсын.